Ай, жетпей тұр Қытай. Соны бар ғой, тағы да төмен түсірсеңдер. Сәлем достар. Мен оралдым. После 7 айдан кейінгі менің блогтарым. 3-ші курс студенті ретінде алдарыңызға оралып тұрған жайым бар. Мен общакта емес, бұл жолы квартирада жатам, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бүгін демалыс, сондықтан үйді жинап, қазір кішкенеден кейін очки қарауға шығамын. Бүгін менде очки қарауым керек, көптеген жұмыстар бар. В общем, будьте со мной. Как я скучала по вам. Қазір мен очки қарауға шығып бара жатырмын. Мен көзім негізінен 1.75, мынам 1.- мән алып. Жалпы айтқанда -1.75, яғни 2,5. Мен алдыңғы очкиімді жоғалтып алдым. Осында новый очки алуға тура келіп тұр. Маған более төртпішті и сұр түстен керек. Потому что басқа бұрынғы очкиім сондай болды. И қазір көреміз, как получится, что получится. Қазір біз есікті кілттейтін боламыз, достар. Дұрыста қаралыңдар деші. Иә. Достар, мен очкиімді 1 сағаттан кейін алып кетемін. Базардан келген заттарға unpacking чек. Бірінші менде мынадай пенал. Алдыңғы жылы осындай пенал болмай, ручкаларым әр жерде жатып, қиналдым. Осы жылға осындай пенал алдым. Сосын мынадай ручкалар, сосын мынадай көк түсте маркер алдым. Мынадай бальзам алдым. Осының шампуйны қызыл болады. Советую, күшті әсер етеді шашқа. Мынадай влажные салфетки алдым. Мугага, сырный пакетик, дәптерлер, тетират. Мынадайлар алдым. Все. Біздер енді қазір кітап қарауға бара жатырмыз. Күшті кітаптар хочу. Я
Ачкем калай экен? Өте жакшы болуп турган сыяктуу. Ошол ачкем кичкене сәл дөңгелектеу. Багасы да өте жакшы чыкты. Еще менин көзүм алдыңкы жылы -2 тогон деген болот. -2 дого -1 түскен. Бирок калай экенин түшүнбөдүм. Бир дарышып бирдеме кылдым дейин десем, ондай да жасамадым. Әйтеуір Кудайдын кудурети өзү -1 түсүптү. Көзүмдү караган орус апай эди го. Сол карап отурган кезде сүйтүп -1 бирдеме деп несин айтып отур да. Сосын айтам го, калай негизи алдыңкы жылы -2 болду. Жок, вы чё? Көзүңүз -1 дейт. Кубанып кеттим сосын. Еще қазір мен кітап алдым, Ғашықтар деген. Бірінші емес, жалпы алғашқы 4-5 бетін оқып қойдым. Маған ұнап жатыр кітап. Оқып отырған кезде мен түсінгенім, негізі қазақ тілінде, қазақ әдебиетінде біз білмейтін көптеген сөздік түрлер бар екен. Удивительно, оқыған кезде придется Гуглдан қарап түсініп алуға. Бізде 3-ші сабақ лекция. Лекция емес, практика. Қойдың практика ма? Иә. Лекция дейміз ба? Ана IT-дің практикасы. Менде бір нәрсе болып жатыр.